Мама, Ау, мам, ау құлындым. менде болғанда Асқар ағама ұқсап бастық боламын. Иә, Сонан соң үлкен қалада тұратын боламыз. әрине құлыным. Сен ер жеткен соң оқуға барасың, инженер боласың. Жоқ, мен бастық боламын. Ой, ақмағым-ай, бастық дегенің сол инженер емес пе? Оқуды бітіресің, сонан соң үлкен қалада тұратын боласың. Иә, құлыным? Ал мен, мама, өскенде мұғалім болғым келеді. Иә, қызым, сен мұғалім боласың. Балаларға тәлім тәрбие бересің, оқытасың. Бірақ Айша тәте сияқты қатал мұғалім болғым келмейді. Жарайды, ботам, ақылыңнан айналайын. Дұрыс айтасың. Балаларға мейірімді, қайырымды болу керек. Ал мен дәрігермін. Балаларға ине пісем. Олар жылайды. Жыласыз жылай берсін. Иә. Оның есесіне ауырмайтын болады. Маған да ине піскенде жыладым ғой, я мама. Бірақ жазылып кетті. Иә, балапаным, сен дәрігер боласың. Мен қартайғанда емдеп жазасың, құлыным. Жоқ, мама, сен еш уақытта қартаймайсың. Көңіліңе рахмет, ботам. Ал біздің мақсат ұшқыш болады. Мақсат солай ғой, құлыным. Космонавт болады. Ол үшін тамақты көп ішу керек. Сонда денсаулығы мықты болады. Ешқашан ауырмайсың. Я, боталарым? Келді ме, мама? Жоқ. Уақыт қанша бұл? Әлі ерте шығар? Жаңа дүкеннің алдына автобус келіп тоқтады ғой. Білмеймін. Келсе енді келіп қалар, мазасызданбай дем алсайшы. Мам, мен есік алдында болам. Олардың келген сол жерде күтем. Содан соң балаларды менің бөлмеме жатқызайық. Онда салқын, ешкім мазаларын алмайды. Жарайды. Алдымен келсін де өздері көре жатармыз. Тамағыңды іш. Тәбетін тартпай тұр. Мен кеттім. Құрметті радио тыңдарман, жаңа ғана тыңдағандарыңыз Дос Мұқасан ансамблінің жыр шазамын жүрегімнен туындысы. Келесі тыңдайтындарыңыз Нұрлан Өнербаевтың орындауындағы Сүйеміз. Табаланың келбетіңе қараймын да, ғарыштағы сәулелерде жаралдың ба, сүйемс. Әлия? Мама тәлім мен. Сағындың ғой өзің. Ей, болды. Сілекейін жаға берме. Қалай өздерің? Аман есенсіңдер ме? Алмас қалай? Күйеуіңші? Тұрсын есік алдында жүр. Итпен әуре болып. Итті көрсе есі шығып кететін әдеті ғой оның. Алмасты үйге қалдырып кеттік. Көршінің қыздары бар, қарайды.
мына күннің ыстығына я, мама. Осы үйді сап-салқын қылып қалай ұстайсыз? Біздің үй қапырық болады да тұрады. Енді өздерің есік терезені ашық-шашық тастайсыңдар. Салақсыңдар. Жоқ, одан да емес, мама. Үй тарлық етеді. Бір бөлмелі үйде үшеуміз тұрамыз. Енді ыстық болмағанда қайтсын. Мама, осы үйді кепілдікке қойып, бізге несие алып берсеңші. Үйлерің сондай кең. Мақсат екеуіңе жетеді ғой осы үйде. Ай, маматайым, о менің. Мен сендерді қатты сағындым ғой, білесің бе? Айтпақшы, Мақсат қайда? Осында жүрген. Айтпақшы, әлгі Мақсаттың музыкасын әкелдің бе? Өткенде саған тапсырып жатыр еді ғой. Жоқ, әкел алмадым. Евгений Догоди. Молдаван композиторы болса керек. Оның үстіне ән емес, тек музыка. Еш жерде жоқ, мама. Онда неге уәде бердің? Киоскалардың бірінде бар шығар деп ойлағам. Таба алмадым, мама. Қойш енді, қойш. Келер жол тауып келем ғой, мама. Әй, мойным жар бермеді десейші одан да. Енді қашан әкелесің? Мақсаттың жүрегін бостан-босқа ауыртып. Мам, осы сөзді оғырайықшы. Келмей жатып ұрыссамыз ба? Келер жол әкелем дедім ғой. Әкелем. Қашан? Қар түскенде ме? Баланың көңілін аулай салуды да білмейсіңдер. Жарайды. Өзіңнің жұмысың не болды? Істеп жүрмін. Балабақшада. Жақсы болыпты. Мұғалім деген қайда? Ақшасы көп. Балабақша меңгерушісімін. Күйеуіңші? Сол бұрынғы құрылыста. Прораб. Ол не деген бәле тағы? Прораб деген несі? Әй, сен оны бір бастық демеп пе едің? Түсіп қалған ынжық неме. Ол өзінің жұмысын енді тапты. Оның қолынан басқа жұмыс келмейді. Қойшы соны. Мама. Шаршадым. Шаршадым, мама. Ләйләні көріп тұрасың ба? Өткенде келіп кеткен. Баласы шырап қалыпты. Әкесінен аумайды-ау, аумайды. Ләйлә сондай арық. Керісінше Зарқынбек күйеу бала күннен күнге шкаф болып бара жатыр. Ләйләні жұмысқа салып қояды ғой. Өзі қыл қимылдатпайды. Қашан көрсең де шал жиып жатқаны. Жап-жас балаға соншама семірген жараспайды. Қайдағыны қайдан тапты, бағашылмаған бейшарай. Әй, сол Ләйләні тентіретпей, өзің барып тұрсаң болмай ма? Кішкене баламен оңай ғой дейсің бе? Уақыты құрға болама, мама. Барам деп жүргем өзі келіпті. Күйеу бала Өскеменге сауда жасауға кеткен көрінеді. Жалғыз өзі қорықпай қалай жүр екен, ә? Әй, өздері келеміз деді ме? Келеміз деген. Күйеу бала машина табам, дайын отырыңдар деп күшейіп кеткен. Мен оған сенбеймін. Кейде бар ғой, бөсіп кететіні бар.
Айтпақшы, содан кейін ол бір жерге кетті деп бет. Бірақ бар ғой, ол осындайдан құр қалмайды, мама. Қазір келіп өрепкіп сөйлеп, сөз бермей есімізді шығарады әлі. Жарайды. Кәне дастархан дайындайық. Қазір Бану келін келсе, тіптен ұят болып жүрмесін. Бісміллә. Саламатсыз ба, апа? Амансың ба, балам? Туған күніңіз құтты болсын. Иә, рахмет. Жағдайың қалай? Орташа. Қолыңды жу. Ит көрсең, итпен бірге құтырып кетесің. Келе сала итпен алысқанша, адамдармен амандаспайсың ба? Алмасты алып келу керек еді. Ештеңе етпейді. Бір күнге шыдайды. Шегі түйіліп қалмас. Қойш, үйден шығарда ештеңе демеп едің? Енді неменеге емерене қалдың? Жүрегінің нашар екенін білесің. Ол мынандай ыстықта қалай шыдайды? Автобуста құсып, есіміз шығарсын. Үндемей келдің бе? Үндемей отыршы, айналайын. Мақсат қайда? Жаңа сендерді тосып жүрген. Неғып байқамай қалды екен? Көршілердің үйінің бірінде шығар. Бақшадағы өрек алма бүлдіргендер әбден пісіп кетті ғой. Обал тіпті. Жинап алатын ешкім жоқ. Мақсаттың шамасы келмейді. Ал менде уақыт жоқ. Обал болса қайтеміз еді. Өздерің келмейсіңдер. Тұрсын. Барып жинап ал. Үйге алып кетіп варенье қайнатып алайық. Қолыңа шелек ал. Келдіңдер ме? Мама, Лейлалар кел. Ей, саған не болған? Жылайын деп тұрсың ғой? Стай тұршы. Биткен машинасы құрсын. Ұйықтап жатыр ғой өзі. Әй, әкеңнен аумайсың, аумайсың. Иә, қалай жеттіңдер? Итшілеп жеттік қой әйтеуір. Зарқынбек бір машина тапқан екен. 100 рет тоқтат. 100 метр бізді сүйресе, 100 метр біз оны сүйредік. Құрып кетсін. Бүйткенше келмей ақ қою керек еді. Оның үстіне мына күнде ұшырып тұрып алды.
Ей, немене? Мені мақтап жатырсың ба? Техника сынбай тұрмайды. Қайта рахмет айтпайсың ба? Жарты жолға дейін әкетіп тастады. Мынау соған шыдай алмай жарылып кете жаздады. Бар болсын ондай машинем. Ешек арбамен тең болған. Не болды саған? Не бір жерің қирап қалды ма не? Әй, күйеу бала, діңкілдеме. Шаңыраққа қара. Енді баламен оңай ғой дейсің бе? Естідіңіз ба, мама? Әй, кәне, маған бер. Ләйла жолдан шаршап қалды-ау деймін. Маған ренжіп, мені жөндетіп жатыр. Мама? Өзі ұйықтап жатыр ғой мынау, Жүр қазір Мақсаттың бөлмесіне апарып жатқызайық. Ләйла, жүр. Өзің сол жақ қымтап жібергендерің не мына ыстықта? Қазір салқын бөлмеге жатқызамыз. Өйден сол кәнеке жүрек апарып жатқызамыз салқын жерге. Шіркін, осындайда бір душ болса ғой. Иә, содан соң салқын сыра болса дейсің ғой, Көлеңкеде сораптап ішіп отыратын. Артық болмас еді. Тұрсын осында ма? Осында. Есік altында жүр ғой деймін. Бажамды тауып алайын. Байқаңдар. Елден бұрын той болып жүрмеңдер. Біздікі бірден қисая кетеді. Сенен қорқпаймыз ғой. Саған бір бөшке болса да мас болмайсың. О не дегеніңіз, Қайынбеке? Білеміз ғой. Бізді неге тоспадыңыздар? Алып кететін едік қой. Тапқан көлігің сол ма? Мен ол машинаға өлсем де отырмас едім. Ой, формай. Менсінбейсіздер, Өздеріңіз жеппен келген шығарсыздар. Біздер кішкенде адамдармыз ғой. Бізге есек арбада жарайды. Құдайға шүкір салмақ бар. Өзімізді сыйламаса да қарнымызды сыйлайды. Қайынбеке. Осы бажам неге жүп жүйді? Тамақ бермейсіз-ау дейм, Қарамайсыз, көрмейсіз. Құдайға шүкір. Бажамның орнында мен болмағаным. Қой, жақсы. Сізді ренжітіп алармын. Кеттім. Иә, солай дұрыс болар. Айтпақшы. Сұмырай, ана жолғы. Уәден қайда? Духи қайда? Духи? Алып берем. Әңгіме болып па? Енді тезірек берсеңші. Қайнап кесау. Сізден аяғанды итчесін. Бүйірісі алып береміз ғой бір күні. Береміз деп тойдырттың. Тіпті күпті болдық. Қызыл тіліңді безей бермей беретін болсаң бер. Қайынбеке, алып берем. Қойымдамаңыз. Жаман ақыр болған жоқ қой. Ертеңде күн бар ғой. Қайдан білейін. Жарайды. Оны да көрейік.
Есіктің алдын тазалап қоймай ма? О, мама, сүйікті ұлың келді. Е, халдерің қалай? Жақсы. Ту, үй жылдан жылға алыстап кеткен бе? Мамам қайда? Ләйланың баласымен әуре болып жүр. Немен келдің? Машинамен келдім. Шоферім осында туыстары бар екен. Жеңгеміз қайда? Келді ме? Жеңгең жағдай болмай жүр. Мама. Ерғали. Сәлеметсіз бе, мама? Қалайсыз? Жақсыз ба? Аман есенсіңдер ме? Шүкір, шүкір. Қалайсыңдар? Шүкір, шүкір. Банудың денсаулығы қалай? Жақсы, сізге сәлем айтып жатыр. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, шүкір. Мақсат қайда? Мақсат? Мақсат осында жүрген. Сендер келеді деп өзін қоярға жер таппады. Алаңдап меліңдем азамдалды. Мен аздап демалып алайыншы. Жолда машина соғып тастады ма, шаршаңқырап тұрмын. Бастықтар міне қашанда осылай. Келгеніне 1 минут болған жоқ, жатамын дейді. Мамамның қасында отыра тұрмайсың ба? Мамамды күнде көріп жүрген жоқсың. Бізді елемесең де мамамның көңілін ауламайсың ба? Жарайды. Қоя қой енді. Жолдан шаршап келген шығар. Тамақ дайын болған жоқ. Көшірмен ала тұрсын. Жұмысы да ауыр. Міне, қашанда осылай. Сүйікті ұлыңды құрметтей бер. Біз екінші сорт адамдарымыз ғой. Баяғыңнан бір өзгермесің, Ал демалмадым. Қасында отырайын. Сонда не істеймін? Отыр. Екеумізді бір қалада тұрады демесең. Кездеспегенімізге көп болды. Әлде туған қарындасың мен. Әңгімелесуді намыс көресің бе? Қашанда шағы болатынды оймайсың, Қырсық. Қайдан білейін? Бізді адам құрлы көрмейсің. Көке, ассаламағалейкум. О, Мақсат. Әлияда осында екен ғой. Қашан келдіңдер? Көршің үйіне барып қайтам дегенше келіп қалыпсыңдар ғой. Ой, көке, сендерді күтем деп әбден шаршадым ғой. О, иә, қалың қалай? Жақсы, көке. Айтпақшы, кешірім сұрайын. Сенің көзілдірігіңді алуды ұмытып кетіп. Ой, көке, ештеңе етпейді. Кітап оқығанда болмаса. О, Әлия. Қалайсың? Сендерді қатты сағындым ғой. Жақсы. Көке, қатты қажет болған кезде мамамның көзілдірігін киіп жүрмін. Мақсат, кітап демекші, мен саған детектив алып келдім. Міне, авторы Чейз. Көке, рахмет. Бірақ дәл осындай кітапты өткен жолы әкеп бергенсің. Рас па? Болмаған екен. Сен оны қайтадан оқып шық, ол өте қызық кітап. Мен бұл кітап жатқа білем. Жарайды енді. Көршілермен басқа бір кітапқа ауыстырып аларсың. Оларда мен оқитын кітап қалған жоқ. Дегенмен ештеңе етпейді, көке. Бір жөнін табам. Бірақ қазір мені бір басқа кітап қызықтырып жүр, көке. Ол қандай кітап? Константин Леви. Маған керегі Леви, көке. Леви. Ол кім? Психолог, дәрігер. Иә, есіме түсті. Ол әңгіме кітап емес қой, оны қайтесің? Қайткеннес, көке, оқимын. Бір-екі кітабын оқып тауыстым. Енді 3-ші кітап шықты, соны табуым керек. Солай ма? Қызық екен. Сен оны түсінесің бе? Әрине түсінем, көке. Кішкентай бала дейсің бе? Маған керек небір жаттығулар бар ішінде. Адамның мінез құлқын өзгертуді үйретеді, күш береді, рухани күш. Адам бір күрделі жағдайда өзін өзі ұстауды, ашуын тежеуді үйретеді, көке. Қызықсың, Мақсат. Оны оқып басыңды қатырып қайтесің.
Мен де соны айтам. Қоймай, таң атқанша оқып жатады. Ұрысып әрең жатқызам. Жарайды. Ерғали демалсын. Әлия, жүр. Шай демдеп жіберейік. Мен азғантай демала тұрайын. Жиналыста отырам деп шаршаңқырап қалыппын. Ал. Тұрсын келді ма? Өткен жолы шахматтан 3-2 болып жеңіліп қалғам. Осы жолы қарымтамды қайтармасам болмайды. Зарқынбек екеуі бірге жүр ғой деймін. Барш, бірдеңе жұтып алып жүрмесін. Зарқынбек қайдан болса да табады. Ләйлалар да келді ме? О, жақсы болды. Барлығымыздың басымыз қосылып қалды міне. Алмасты алып келдің бе? Жоқ. Ол көлікке отырса құсады. Сол-ақ па? Менің де көлікке отырсам жүрегім айнайды. Өмір өштесің, Әлия. Ештең етпейді. Келер жолы алып келем. Неге сонша тесіле қарадың? Яй. Сендерді қатты сағынып қалыппын. Мақсат, неге үндемей қалдың? Бір аңыз әңгіме есіме түсіп, ойымнан шықпай жүр. Аңыз? Ол қандай аңыз? Баяғыда бір түп алма ағашы болыпты. Қожайын күнде суарып күтіп жүреді екен. Күндердің күні алма ағаш гүлдеп, жеміс бере бастаған. Қожайыны қатты қуанып, бар уақытын сол алма ағаштың маңайында өткізеді екен. Алма ағаш өсе-өсе бұтақтары пайда болыпты. Олар да жеміс бере бастаған. Міне, менің үрім бұтағым көбейді. Мен енді жемісті қожайыныма 2 еселеп, 3 еселеп беретін болам деп айқайлайды екен. Сонда өсіп келе жатырған бұтақтары: жоқ, сен өз бетіңше, біз өз бетімізше өмір сүреміз депті. Сонда алма ағаш таңданып: қалайша, сендер менің түбірімнен дамыған жоқсыңдар ма? Қожайыным суарғанда суды мен сіңірем, сонан соң сендерді нәрлендірем. Бұл сонда қалай деп күйінеді екен. Сонда өсіп келе жатқан бұтақтары: ей алма ағашы, сен кімсің соншалықты? Сен берген жемісті біз де береміз, тіпті асырып та береміз деп айқайлайды екен. Сонда алма ағаш күйінгені соншалықты бірте-бірте сола бастапты. Алма ағаш сола бастаған сайын бұтақтардың да жандары шығып, тұс-тұстан айқайлап жабылып кеткен екен. Ей ағаш, дұрыс айтасың. Біз сенен жаралдық, сенен тарадық. Сен біздің түбірімізсің деп жалынатын көрінеді. Қожайыны да ағаш сола бастаған соң суармай қойыпты. Бұтақтар қанша жалынып өтінгенімен алма ағаш қайтып көгермепті. Күнге күйіп кеткен көрінеді. Бұтақтар да күйіп кетіпті. Міне солай. Мам, көмектесіп жіберейін. О, кәне. Ортаға қойып жіберіңдер, ыстықтай тамақ алыңдар. Ерғали, сенің қолың жете ме? Тарелкаңе салып берейін де. Жетет, бәрі жақсы, өзіңіз отыра беріңізші. Отырамын ғой, отырамын.
Жолдан шаршап келген шығарсыңдар. Қарындарың ашып қалды ғой. Тұрсын, сен асап жесейші. Жарайды. Ау, Зарқынбек, сенің қасығың қайда? Қасық? Мама, Зарқынбек аштан өлмейді. Біреуден тартып жесе де бірдеңе қылады әйтеуір. Ойыңшы, Қайынбеке. Мені бір динозавр дейсіз бе? Жоқ, енді мен сен тамақ жегенге қызғанмын да. Аспай, саспай, ақырына дейін жейсің ғой. Негізі. Асты асықпай жеу керек. Иә. Біріншіден, бұл ас әбден қорытылады. Содан? Ауыр болмайды асқазанға. Иә. Баяғыда бір адам болған. Зарқынбек, құйып қойсайшы. Ереке? Мамка құй деген соң құю керек. Иә. Так, Ереке. Қайнаға. Ерғалиға анау виски дей ме, содан құйып қойыңдар. Бұл вискиді арнайы сіздің туған күніңізге алдым мен. Осындайды ішпегенде қай кездесеміз, а? Иә, дұрыс. Бажа. Өзі қанша тұрады екен? Қайынбеке. Арзан емес. Сонша мақшаны қорғылып. Алыз. Болмайды. Баяғыда бір ауылда үлкен той болыпты. Сол тойға кішігірім бастық қой енді. Қойма меңгерушісі. Запсқылады. Келіп отыр дейді. Ай, қазір тойда ауыл әкімі сөйлейді, әкімнің орынбасары сөйлейді. Әй, шамамен маған сол үшінші беретін шығар деп тосты күтіп отыр дейді. Сонда не керек? Басшылар сөйлеген, жаңағы орынбасарлары сөйлеген, тағы сөйлеп жатыр дейді. Ана кісіге әлі сөз бермейді дейді. 8, 9, 10 тосып өтіп кетіпті. Ереке, сонда не керек? Бір уақытта әйтеуір беріпті сөзді. Тойдың аяқ жағында. Сонда әлгінің ренжіп айтқаны ғой. Мен деген жаңағы қылт ете қалдым деп айтатын көрінеді. Қылт ете қалдым дегені ренжіп қалдым деген сөз екен ғой. Ренжідім дегені. Жарайды. Сол айтпақшы. Мама, ешкім ренжіп қалмас үшін жасымызға, жолымызға қарап сөз берейін. Қайнаға, Ереке, сөйлеңіз. Зарқынбек. Кіріспең не деген ұзақ еді? Біздің Тұрсынның іш алмай, сілекейі ақ бетті. Қойсаң шенді. Дұрыс. Ерғали сөйлесін, жас үлкен ғой. Сөйле. Жарайды, сөйлесем сөйлейін. Мыналардың тамағы кеуіп қалар. Ал мама, туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын. Міне, әке орнына әке, ана орнына ана болдың. Барлығымызды өсірдің, өндірдің. Енді осы балаларының қызығын көр. Міне, бәрімізді бір маман есіміз. Денің сау болсын. Бану да сізге сәлем айтып жатыр. Өз аздап, науқастанып қалып айтпесе, міндетті түрде келетін еді. Рахмет. Ал, бар жақсылық үшін алдырып қояйық. Ау, мына тамақтан дым алмадыңдар ғой, суып қалды. Тұрсын ау, сен түк алмай отырсың ғой. Мама, оның есесіне ол басқа нәрсенің жоспарын орындап отыр. Тамақтан алсаңшы, арақты сықырта бермей.
қазір өшіп қаласың ғой байғұс. Тиісе берме, тыныш отыршы. Әне, Әлия бажама тиіспесе, көңілі көншімейді. Қой, Тіспасарға бір анекдот айтып жіберейін сіздерге. Анекдот неста? Енді аузымызға құм құйылғандай осылай үнсіз отырамыз ба? Отырсақ, көңілді отырайық. Дұрыс емес пе, мамка? Дұрыс. Ту, сен де бір қоймайды екенсің. Жарайды енді, айтса айтсын. Айт. Лейла, осы әдетіңді қашан қоясың, сен? Аяқ астынан бір керек емес жерде өште қаласың бір. Қош. Мә. Ішіп алса қоймайды енді бұл. Мә саған, енді қайттық. Айтатын болсаң, айтсаңшы енді. Бір күні бір-ек алғаш жаңағы бастары сынып, қалған құтқан тиын тебендерін жинап алып, дүкеннен бір арзан арақ сатып алған екен. Екеу көңілді бір уақытта аяқ астынан біреуі екіншісіне айтатын көрінеді. Осы арақ деген бәлені қояйықшы. Үйде де, түзде де қасиетім жоқ. Қояйықшы арақты деп аяқ астынан. Сонда әлгі екінші алқаш қойсақ қояйық. Ал, мынаны қайтеміз дейтін көрінеді. Мынаны қайтеміз. Оны сен былай қыл. Мынаны жасыр арақты. Мен тауып алайын. Қай қолында екен. Егер тауып алсам, ішеміз. Егер таба алмасам, арақты мүлдем қойып кетеміз дейтін көрінеді. Содан не керек? Жаңағы арақты жасырып тұр дейді. Бір-бірінде қарама қарсы тұр дейді. Екеуі ауырып тұр, дірілдеп тұр. Я, қай қолымда деп сұраса, анау біріншісі айтатын көрінеді. Оң қолыңда деп. Сонда екінші алқаш, дұрыстап ойлансайшы деген екен. Сол баяғы әңгімесі ғой. Тура Тұрсын екеуміз сияқты. Зарқынбек, мынауыңды өзің шығардың ау дейме? Жоға, кәдімгі анекдоты ғой. Осы мен 10-шы рет айтып тұр. Көп сөйлемей, біреуге тост көтерші. Ал, ендігі тілекті өзімнің інім, ақ балдызым. Жаным ау. Мақсатжанға берем. Мақсат төлесін. Дұрыс. Мақсат. Бүгінгі күн бір ерекше күн болды. Бәріміз бір ауыздан мамамның туған күніне жиналып отырмыз. Қандай керемет, Осы күнді асыға күтіп едім. Қашанда осылай бір жүрсек екен деп. Осы үй қара шаңырақ. Бәріміз де осы үйде туып өстік, ер жеттік. Бұл үйде анамыз тұрады. Мамамның қуанышын бір ауыздан бөлісіп отырмыз. Әумин. Баласы атқа шапқанда анасы үйде отырып тақымын қысады дейді. Сендер алыста жүргендеріңмен мамамның есілдерді сендерсіңдер. Күні түні сендерді ойлаумен болады. Сендердің келгендерің біз үшін үлкен қуаныш, үлкен мереке. Жиі келіп тұрыңдаршы. Мама, ренжеткен жеріміз болса кешіріңіз. Құдай сізді уайым қайғыдан сақтасын. Әумин. Әттең, әкеміз бұл күнге жеткен жоқ. Денсаулығыңыз мықты болсын, мам. Жаным сол. Ешқашан қартаймаңыз, мам. Жаным. Мам, осы мақсатың адам болады.
Кенжетай ғой, қара шаңырақтың иесі. Ал сендер жиі келіп тұрыңдар. Ертең сендер кеткен соң мына үйдің іші қаңырап бос қалады. Мамам екеуміз төрт бұрышына қараймыз да қаламыз. Жиі келіп тұрыңдаршы. Әрі кетсе 4 сағаттық жол ғой, я, мам? Ал. Сол үшін енді алып қойыңыздар. Ал. Жарайсың, Мақсат. Мамамның қасында отырып, көңіл ақыл сөздерді үйреніп алыпты. Біз ғой мұнда шала қазақ. Ай, біздің балдыздар деген осындай болу керек қой. Мақсат, негізі бізді жиі келіп тұрсын десең, сен үйлен. Сен не деп тұрсың? Мен үйлеп қойыппын. Жынды екенсің ғой. Аузыңа келген сөйлеп. Мен үйлеп қойыппын. Қарағым, үйлерің не болды? Алатын түрлерің бар ма? Үй салынып жатыр, апа. Болмаса бизнесім бар. 1-2 жылда сатып алам. Мамам бізге несие алып берем деген. Үйімізді кеңейтіп алатын болдық. Әйтпесе бір бөлмелі үйде иін тіресіп әбден шаршадық. Мен олай дегем жоқ. Мама, несиені бізге алып берсеңші. Әлиялардың тар болса да үйі бар ғой. Біз қанша жылдан бері жатақханада тұрып келеміз. Біз де жатақханада тұрғанбыз. Ештеңе етпейді. Өлгеніміз жоқ. Бәрі бірден бола қоймайды. Бірінші біз алайық. Сонан кейін сендер аласыңдар. Бәрі де рет-ретімен. Әлия, үй алмайсың ба? Сендердің үйлерің бар емес пе? Аясаңшы. Ал мені кім аяйды? Бір бөлмелі пәтерде қамалып отыра бермекпін бе? Үй қойыңдаршы. Неменеге соншама жармаса қалдыңдар? Әне Зарқынбек, ақшаны күректеп табатын көрінеді. Үй сатып аламын деп отыр ғой. Кім айтты саған күректеп табады деп? Ертең сол бизнесі өзін-өзі ақтай алмаса, жабылып қалуы ғажап емес. Сонда біз далада қаламыз ба? Сендер мені ойламайсыңдар. Мені ешкім керек қылмайды. Қашанда мені алалайсыңдар. Бір бөлме жатақханада не ас үй жоқ, не жылу жоқ. Мен әбден шаршадым. Баламен оңай ғой дейсің ба? Тіпті жаялық жаятын жер жоқ. Ей, не болды соншама? Не болды соншама зарланып? Айттым ғой, мен үйді сатып аламын деп. Ақшаң қайда оған? Әлия, сенікі дұрыс емес. Пәтерді кеңейтуге кезекте тұрмыз ғой. Алармыз бірдеңе қылып. Ақылшымай. Кім алады? Сен бе алатын? Бейшара, үй аламын дейді ғой. Сен осы қызметіңде жүргеніңе рахмет айтсаңшы. Үй алғышын. Сен үй алмақты көлі. Ертең осы жұмысыңнан шығып қалатынды білмей жүрме. Бейшара, сонда көреміз. Қойдық. Сенікі дұрыс қойдық. Маған оңай ғой дейсіңдер ме? Жандарыңның ашыған сол ма? Үй болса міне, тозып бітті.
төбесінен су ағады. Оны ойлап жүрген бірің бар ма? Оны күнделікті жамап жасқап отыру керек. Ақылдарың болса, бірің келіп көмектесер едіңдер ғой. Мақсаттың қолынан келмейді. Мен болсам, біресе мал деп жүгірем, біресе үй ішінің тірлігімен жүгірем. Қайсына қолым жетеді. Бізді ойлайтын біреу болса, көмектесуге келеді ғой. Жандарыңның ашығаны сол ма? Ау, үйлерің жоқ болса, осында келіп тұрыңдар. Әне қаншама бөлме қаңырап бос тұр. Жоқ, қала дедіңдер де қалдыңдар. Құдды бір қалада алтын беріп жатқандай. Мам, қойыңызшы енді. Бәрі де жұмыста қолдары демей жүрген шығар енді. Расында да қойсаңдаршы енді. Тап бүгін шешетін мәселе емес қонды осы. Одан да бір күнді сайлайық. Демалыс күн ме, басқа күн ме, үйге жөндеу жасайық. Масқара ғой бұл енді. Мама, мен білгенім жоқ. 3-4 жылда бір келесің. Қайдан білейін деп едің? Сен жиі келіп тұратын шығарсың. Саған қарағанда жиі келіп тұрамын әйтеуір. Зарқынбек, Тұрсын, сендер кірсеңдер бір-ақ күнде бітетін шаруа ғой осы. Әлия, сенің бұл қолағың тіптен дұрыс емес. Кезекке тұрсаңдар аласыңдар ғой. Бермейсің бе Ләйліларға? Немене бір соншама далада қалғандай таусылып. Ел жұрттан ұят емес пе? Сонда бәріне кінәлі мен екенмін ғой. Жарайды. Таласпайық қоялық. Ендеше сен көмектес. Ақша бер. Ақыл айтқанда сондайсың. Бер. Біз таласпаймыз сол кезде. Мен ақшаны қайдан табам? Олай болса сөйлеме бос. Өзіңнің 4 бөлмелі үйің бар, бізді қайдан түсінейін деп едің? Аш бала, тоқ баламен ойнамайды дейді. Көрер едім, мен сияқты бір бөлмелі үйде тұрсаң. Ой, Әлия. Не деп тұрсың? Ағаңа сондай сөз айтуға бола ма? Ұрыспаңдаршы. Не жетпейді бізге? Ләйла, сендер осында келіп тұрыңдар. Мен бөлмемді босатып берем. Тым болмаса, өздерің үй алғанша. Міне, үй қаңырап бос тұр. Балаға өзім қарайым. Мақсат, мен қайтемін. Сен де осында келіп тұр. Ай, Мақсат, ай. Саған салса, бәрімізді де көшіріп алатын түрің бар. Олай болса енді ұрыспайықшы. Одан да ән айтайық. Мам, бала кезімізде жақсы көріп айтатын әніміз бар еді ғой. Соны айтайықшы, мам. Қойшы, Мақсат. Маған енді ән айту ғана қалып еді. Рас, мама. Айтшы. Әкеміздің сүйсініп тыңдайтын бір әні бар еді ғой. Еске алайық. Айтшы, мама. Біз де қосыламыз. Ол қандай ән еді? Мен де қосылайын. Сен айтпай-ақ қойшы. Сенің құлағыңда аю басып кеткен. Қандай ән болса да әуенін бұзып айтасың. Ой, сізге бір жақпай-ақ қойдық ау әйтеуір.
Құрбым жан құрбым бала кезімнен бақыт көрушем қара көзіңнен кеттің ұмытып мүлдем ұмытып жібін үздің ғой нәзік үміттің кеттің ұмытып мүлдем ұмытып жібін үздің ғой нәзік үміттің тұрып қасыңда көрдім көктемді сонау күндерден бүгін жоқ белгі тағы келді ғой құстар ән салып тұрмын оларды жалғыз қарсы алып тағы келді ғой құстар ән салып тұрмын оларды жалғыз қарсы алып. Зарқынбек, маған да құйшы. Ішем мен. Иә, саған не болды? Ей, қазір өзіңе жаман болады ғой. Балаға кім қарайды? Сен қарайсың. Ішсін, мамамның туған күні емес пе? Сен қара. Таңнан кешке дейін Ләйла жүгіре беру керек пе? Әкесі де бақсын. Ойбай, қойдық Қайынбеке, қойдым, ішсін. Мақсат, музыкаңды қош. Билейін. Жүр. Қош, жіберші. Болды. Мұндай дөнерің бар ма, Лейла? Неге болмасқа? Ал, ендігі тілекті Павлату. Бажама берем. Бажа? 4 аяқты да бота тату, 2 аяқты да бажа тату дейді. Сөйлеш? Әлия сөйлесін. Біздің үйдің еркексің ғой. Сөйле. Сөйлей берші өзің. Сөйле. Мен сөйлеймін, сөйлегенде бүйдеймін деп бастасайшы.
Ал. Апа. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Ауырмаңыз. Әумин. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Міңгірлемей дұрыстап сөйлесеңші. Сөз берген соң тыныш отырмай ма адам деген. Тұрсын, сөйле. Сөйле. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Ұзақ жасаңыз. Әумин. Айтқаның келсін. Сақшы создың ғой. Қой енді отырш, өзім сөйлейін. Ал, мама. Маматайым менің. Рахмет саған. Уақыт дегенің осы. Мамам бүгін 60-қа толды. Мамамыз ешқашан қартаймайды деуші едік. Мама. Ендігі өміріңді еш қайғысыз өткіз. Алдағы өмірің тек қуанышқа толы болсын. Маматайым мен. Жаным сол. Ал біздің Тұрсын екеуміздің сізге арнай алып келген сыйлығымыз бар. Тұрсын. Қайда? Өзің білесің ғой. Я, қазір. Болсын, мама. Рахмет сендерге. Неге сонша үрелендіңдер? Мен шуба кигізетін шығар десем, көйлек қана ма? Кигіземіз. Аман болсақ шубы да кигіземіз. Бәсе, көйлек дегенің ұят емес пе? Кедей жомарт деген. Біздің кейбіреулер сияқты ішіміз тар емес. Қалжың ғой, не? Ренжіп қалдың ба? Жоқ, несіне ренжимін? Жеңгеміз бір керемет сыйлық беріп жіберген шығар. Оны көрейік. Дегенмен бір көйлекпен құтылмайсыңдар. Сыйлықтың көкесі шуба ғой шіркін, шуба. Қойсаң Шерғали, мен ризамын. Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Кейбіреулер несіне жетісіп күледі екен, а? Я, біздің шамамыздың жеткен жері осы. Ал сен не алып келдің? Көрсетші. Сонымен қоймай кеп кетеді. Қоя ғой енді, Әлия. Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Мен өздеріңді көргеніме ризамын. Көйлектеріңе рахмет. Өркендерің өссін. Жоқ, мама. Көрсетсін. Бану жеңгеміз керемет бір сыйлық беріп жіберген шығар. Байдың қызы ғой. Ақсүйек. Не қалжыңда көтермеймісің? Қайтер екен десем, өршеленіп бара жатырсың ғой.
Мақсат, апаң шаршап қалыпты. Не болса соған ренжиді. Жүйкесі тозған ау дем шамасы. Оныңыз рас. Соңғы кезде жүйкесі тозып жүр. Сіздер бүгін ғана көріп отырсыздар. Ал менің күнді көретінім осы. Саған не жоғай бейшара? Одан да артыңды қысып отырмайсың ба? Әне, басталды тағы да. Я бастаймын. Я жүйкемнің тозғаны рас. Сен сияқты сорлы күйеуің болса, әлде қашан жынданып кетерсің. Жап-жақсы орнынан айырылып қалды. Ынжық неме. Не адамдармен жығыса алмайды, не дұрыстап жұмыс істей алмайды. Оның үстіне өзінше кекетіп қояды ғой. Бәріне кінәлі сенсің. Сен менің жүйкемді тоздырған. Бәріне мен жүгіремін. Бастығыңа 3 рет барған шығармын. Кім саған бар деген? Ұятсыз. Айтып отырған сөзін қараш. Егер мен жүгірмесем, мен бармасам әлде қашан далада қалатын едің. Сорлы, ұяламын дейді ғой. Аларсың атаңның басын шірік. Қой шешенді. Қайынбекесі, бір ашуыңызды қиыңыз. Қойыңыз енді. Жоқ, қоймаймын. Қоймаймын. Білдің бе, қоймаймын. Мен біле білсең, бар өмірімді, бар жастығымды сен үшін сарп еттім. Қандай керемет жұмысқа орналасып еді. Басың бар болса содан айырылмайтын едің ғой. Отырдың ғой баттасып. Қыл қимылдатқан жоқсың. Сенмен бірге орналасқан жігіттер әлде қашан бастық болып кетті. Ал сенің түрің мұнау. Әттеген ай мен кезінде қандай еді. Қаншама жігіттер сөз салып еді. Солардың біріне де қарамап едім. Өзімнің де обалым жоқ. Таңдаған тазға жолығады деп жолықты мына тазға. Онымен қоймай, арақ шетінді шығарды. Бұрын татып алмаушы еді. Қазір аузы бір құрғамайды. Адамдар мені түсінбейді, мені бағаламайды дейді. Сен кім едің шірік бағалайтындай? Алқаш, сорлы, маскүнем. Қойыңызшы енді. Қойыңызшы. Сен қоя тұршы. Маған ақыл айтпай өлі өзің дұрыстап ал. Саған да келерміз әлі. Мәс саған. Енді маған дейсе бастадыңыз ба? Прокурор болдыңыз ғой. Енді нең бар еді араласып? Неге араласпаймын мен? Біз туған күнге келдік пе, әлде қайда келдік біз өзі? Осы қиындық көрмесін, осы ештең ойламасын деп бар жағдайын жасап беріп отырсам, өзінше кергит шалқа қағады. Өзінше бір ой бар, адам түсініп болмайтын. Ой, бишара, шірік, сорлы. Не болды? А? Жер жебірме жеттің ғой. Тоқтат енді. Ой, бай. Мынаған тіл шығайын депті ғой. Ал, қойдық. Иә, мен алқашпын. Бишарамын. Жасықпын. Бірақ мен бұрын мұнда емес едім ғой. Алдыма қойған айқын мақсатым бар еді. Мен институтты қызыл белгімен бітірген есіңде ме? Әлия! Сонан соң
Сонан соң мен қызметке орналастым. Бар қиындық сонда басталды. Адамдармен тіл табысып, жұмыс істеу деген талант екен ғой. Мен өзімді өзім саттым. Деген ай, ойымды жеткізе алмай тұрғанды қарашы. Менің адамгершілік көзқарасымды олар жасықтық, бейшаралық деп түсінді. Сонан соң мен басқаларға ұқсап бақтым. Солардың философиясына үңіліп, түсінгім келді. Мен өзімнің өмірге деген, қоғамға деген көзқарасымды өзгерткім келді. Сонау әке-шешемнің қанымен келген. Өзіме ғана тән мінез құлқымды, тәрбиемді өзгертуге тырыстым. Ал мен айналамдағы адамдардың көзқарасына, ортаның көзқарасына бағына бастадым. Нені сүйіп, нені құрметтесем, соның бәрінен айнып, жиіркене бастадым. Айналып келгенде өз байлығымды өзім саттым. Жақсы болсын, жаман болсын. Ол менің өзіме ғана тән рухани байлығым. Ал қазір не? Қазір мен ортаның ойымен ойлағым келмейді. Бұрынғы көзқарасымнан айырылып қалдым. Мен дағдарысқа ұшырадым. Қазір мен ешкім емеспін. Мен жоқпын. Менің сыртқы болмысым ғана қалды. Міне, солай. Түк түсінсем бұйырмасын. Бажа, оу Бажа, қайдағыны айтып кеттің ғой сен. Қойсайшы енді. Бажа, ашулы адам не болса соны айта береді. Айта берсін, не қыласын оған мән беріп. Бажа, сен мұндайың жоқ еді ғой. Жүр, одан да арақ шек. Кетшей! Расында да, қойшы айналайын, шаршап қалдың ғой. Әлия айта береді. Соған бола осыншама ренжіп қайтесің. Мен шатастым. Бажа, жүр. Мен шатастым. Ішпеймін. Өзінше бола қалыпты ғой. Біз не үшін келдік мұнда? Ұрысу үшін келдік пе? Тұр дейін, баланы ал, кет. Зарқынбек, Лейла. Лейла. Қайда барасыңдар? Лейла. Кетпей қойыңдаршы. Лейла. Қазір бәрі де басылады. Тұрсын аздап мас болып қалған ғой енді. Жоқ! Мен мас емеспін. Мен енді түсіндім. Мен енді басқаша өмір сүрем. Мен енді ешкімді аямаймын. Мен үшін аяушылық, адамгершілік деген сезімдер өлді. Неғұрлым қайырымсыз қатыгез болсаң, сол кезде ғана сыйлайды. Қорыққанда ғана сыйлайды. Шынында да мен неге басымды қатырам? Столда тоқпақтап отырмайын ба? Дұрыс па, бұрыс па, енді менің шаруам жоқ. Әлия! Енді менің жігерімді құм қылатын болсаң, намысымды қорлайтын болсаң, менен жақсылық күтпе. Міне осындай болуың керек еді. Енді жөніңе келдің. Талпынсын қашанға дейін барар дейсің? Әдеттегідей күшеніп тынасың ғой. Әйтпесе әлде қашан бір бөлімнің бастығы болып отыратын едің. Қашанда айтатын сөзің осы. Жұмыстан шаршап келгенде де айтатын сөзің осы. Қасыңда жатқан әйелін түсінбегенде кім түсінеді? Әлия, бір кезде маған тұрмысқа шыққанын мақтан тұтатын, ал қазір жанымда жүргісі келмейді. Өйткені мен бастық емеспін. Жалақым да аз. Қателескен үшін өз-өзін кешіре алмайды. Іші тар. Екі сөзінің бірі
анау курортқа барып жүр, мынау шетелге барып жүр. Солай ғой, Әлия. А? Неменеге мұрныңды житасың? Мен сенің шам дүниеңді жақсы білем. Сен тіпті Алмастың дүниеге келгеніне өкінесің. Сен. Мен сенен қорқам. Бұл не болып кетті өзі? Өз жағдайларыңды өздері шешіп алмайсыңдар ма? Бұл жерде лекция оқудың керегі не? Лекцияның тақырыбы мына отырысқа сай келмей тұрған, сезбей тұрсың ба? Мас болып қалсаң бар айналайын, демал. Басқа елдің шырқын бұзбай. Бұл жерде трагедия ойнап керегі не? Жалпы осының бәрін тыңдап отыруға құлқым жоқ. Анам үшін ғана отырым. Әрине. Әйтпесе әлде қашан кетіп қалар едім. Масқара ғой бұл енді. Біресе үйдеп шықтыңдар, біресе өз жағдайларыңды айтып жыладыңдар. Жетті енді. Сонда қалғандарымыз саған бөтен болғанмыз ғой. Солай ма? Сен бізді менсінбейсің ғой. Лекция оқыса өзіңнің күйеу балаң. Тыңда, көмек ет. Қитетсе болды, кетем деп шыға келесің. Сен де сөз аңды бұтырады екенсің. Келгеннен бері маған тиісуді қоймадың қойсы. Тіпті саған сөз айтудан қалдық. Қайтетсе көкбеттеніп, долданып шыға келесің. Ал орсай олай болса барлығымыз қосылып қормен. Қысқасы жеттенді. Үндемеген сайын басынып бар жатырсыңдар. Сендердің бұлапты сөздерінде тыңдап отырудың өзі мүмкін емес. Тараңдар бар. Ал сен белгі айтуыңды қой. Бастық болсаң өз жұмысыңда ғана бастықсың. Сен бұл жерде бізге ағасың, түсіндің бе? Сен бізге бауырсың. Сенің ағалық қамқорлығың қайда? Біресе кекетіп, талай жерге алып барасың. Біресе үндемей тас керең боп қаласың. Енді келіп, қоразданып айқайлап шықтың. Сенің туысқандық көмегің, ақылың қайда? Сен өзіңнің қара басыңды ғана ойлайсың. Білсең, сенің тіпті мына мақсаттың қол арбасын тауып беруге құдіретің де жетпеді ғой. Тауып берем деп 3 ай жүрдің. Мына Сарқынбек болмағанда, мақсат әлі күнге дейін төсекте жататын еді. Ал мақсатта Москваға үлкен дәрігерге апарып көрсетем дегенің қайда? Сенікі құр сөз, бос уәде. Сенің тіпті мамамның туған күніне басымызды қосып әкелуге құдіретің де жетпеді ғой. Өзің келдің көлігіңмен шіреніп. Біз ала келсең көлігін көтере алмайтын бет. Ал мамамның туған күніне не алып келдің? Қолыңда бір орамал шытың да жоқ. Масқара дегенде сондайсың. Ал менің алқаш болса да күйеуім. Мамама көйлек кигізді, көйлек. Мен ақшалай берем, ақшалай. Ақшалай? Жоқ, сен мамамды ойлаған жоқсың. Байқасаң, сен мамамның сүйікті ұлысың. Білесің бе? Білесің. Сен жай ғана қонаққа келдің. Құдайым-ау, сен қонаққа келгеніңді ұмытып біз сияқты отырсаңшы. Мен білсем, сенің жұмысыңда да абыройың жоқ. Әйтпесе туған қарындастарыңа бүйтіп қыр көрсетпес едің. Ақшалай дейді ғой. Мәселе ақшада емес, мәселе атап беруде. Әлия! Қойш. Қысқарт кәне. Не деп тұрсың? Қайдағы жоқты айтып. Болды енді.
Қояма десе сен тіпті үдетіп барасың ғой. Маған ештеңенің керегі жоқ. Мен немене, сендерді сыйлық алу үшін шақырды дейсіңдер ме? Өздерің аман болыңдаршы. Тату болыңдаршы тек. Жоқ, мама. Бүгін бәрі де айтылады. Бұдан кейін бір-бірімізді көрмеуіміз екі талай шығар. Әлия, не болды соншама қараспан төндіріп? Ақшалай берсе де болады ғой, не міндетті түрде сыйлық беру керек па? Мама дұрыс айтады, ер адам қайтсын енді? Саған не жоқ, қыстырылмаш осы сен. Саған қалған сөз жоқ. Сен өзі қызық адамсың. Тым жақсы отырыстың бар ғой, бытыштың шығардың. Содан кейін сен мен неге аузымды жаба бересің, а? Кімсің сен? Сыйпағанды білмейді деген. Сыйлап, үндемеген сайын құтырып барасың. Зарқынбек, сен қойшы, араласпаш. Не қойшы деп? Қойшы деп. Жынды келтіріп болдың. Мана айттым кетейік деп. Бәріне сен кінәлісің бәріне. Ой, неге келдік мұнда? Айналайын, ақылың бар ғой. Сен үндемеш. Әлия, доғар енді. Шынында да сен артық айттың. Ұялмайсың ба? Жоқ, мама. Мен айтарымды айтып алайын. Сонан соң кетемін. Ешкімнің мазасын алмаймын. Бәріңде менен құтыла алмай отыр екенсіңдер ғой. Әлия, қойшы енді, өтінем сенен. Қайдағын айтпаш, кім сені қуып жатқан? Сенен басқасының бәрі менен құтыла алмай отыр. Қазір. Ал құрметті аға, тағы да айтайын ба? Біздің сүйікті жеңгеміз қайда? Ол кісінің тіпті түрінде ұмытып қалдық қой. Бүгінгі жиынға неге келмеді? Мамам ол кісінің данасы емес пе? Әлде біз ол кісінің тақиясына тар келіп тұрамыз ба? Состайып қашанда жалғыз өзің келіп тұрасың. Ел жұрттан ұят екен. Мамам немересінің бетінен сүйген де жоқ. Туды деп естідік. Қонаққа да бара алмаймыз. Шілдеханасын жасаған шығарсыңдар. Бағана айттым ғой, Банудың жағдайы болмай жүр деп. Жиі ауырады. Сонан соң, сен маған соншама неге шүйілдің? Мен саған есеп беретіндей, сен кім едің соншама? Қысқасы өз жағдайларыңды өздерің жөндеп алыңдар. Сендерді қонаққа шақыру керек пе? Сендерді? Сендер қонақ болып дұрыс отыра аласыңдар ма? Бірің мас болып, екіншің жөн жоқ адамға тиісіп, үшіншің аузыңа не келсе соны оттап масқара болайын дейсіңдер ғой. Ішіп алған соң концерт қоясыңдар. Трагедия, комедиясы тағы бар. Солай ғой. Рахмет. Тойдым. Сонымен қоймай, менен ағалық қамқорлық күтеді. Сендердің мынандай қылықтарынан адам шошиды, адам. Бүгінгіге көлгірсімен шын сөйлеген сөзің осы шығар. Рахмет ағатай. Сонымен бізді менсінбейді екенсің ғой. Сонда сен екі аяғың салбырап, аспаннан түстің бе? Бәрімізде бір ананың сүтін еміп өсіп едік қой. Енді неменеге бөтен бола қалдық? Сен бізді алшақтатып отырған. Біз еш өзгергеніміз жоқ. Өзгерген сенсің. Туған іні қарындастарыңнан жеріп, бізбен бірге туғаныңа намыстанатын шығарсың, арсыз! Не? Не дедің? Көке! Ерғали-ау, мұның не? Саған не болған? Мен бекем? Әлия. Өзіміз бе тиісіп тұрған?
Жоқ, менде несі бар енді? Көке ұрмай қойсаң болатын еді ғой. Неге ұрмайым? Сөзі сүйектен өтеді. Ұрғанды көрсетем әлі оған. Алла, қырқысып қырылыңдар олай болса. Қасиетсіздер. Ұяттарың жоқ. Бір-біріңнің қандарыңды ішіңдер. Ай, Құдайым-ай. Құдайым-ай, қайтейін сендерді. Құдайым-ай. Қайтейін сендерді. Құдайым-ай, қайтейін сендерді. Құдайым-ай. Қойсаңыздаршы. Не болған сіздерге? Көке. Мен осы. Мамамды қоярда қоймай, туған күніңді өткізесің деп көндірген. Мен осы бәріңе хабарласқан. Баяғыдай тату-татты күндерімізді еске алсақ деп. Енді міне. Мен түсінбейм. Адамдар ер жетіп, семья құрып бөлек шыққан соң, бір-бірінен бөтенсіп суынып кету керек пе? Туған анасынан, бауырынан, қарындасынан қол үзіп кету керек пе? Ондай заңды кім шығарды? Әлде бұл табиғаттың заңы ма? Олай болса, ондай заңның бізге не керегі бар? Шіркін-ай. Баяғыдағы бала күндеріміз естеріңде ме? Әлия, осы көкем қатты ауырып, өлім аузында жатқанда 3 күн бойы көз ілмеп едің ғой, есіңде ме? Сол кезде мамам да, әкеміз де сені ұйықта деп көндіре алмап еді ғой, есіңде ме? Ал, Лейла, сен жазғы демалыстағы лагеріңнен бас тартқанның есіңде ме? Кейін көкеміз жазылғанда бәріміздің қуанышымызда шек болған жоқ еді ғой. Естеріңде ме? Енді не болды? Сол кездегі бір-бірімізге деген қимастық, бір-бірімізге деген ыстық сезім қайда? Әлия сәби кезінде еміздігін таба алмай жылаған кезде көке тілін беріп жұбатады екен ғой. Мамам талай айтқан.
ал мен талдан құлап омыртқамды зақымдап алған кезде сендер мені кезек арқалап жүруші едіңдер ғой, естеріңде ме? Соңғы рет бір адамдай басымыздың қосылғаны әкеміз қайтыс болған кезде ғана сезілді. Сонда ағайын, дос, туыс, бауыр екенімізді бір-бірімізге білдіру үшін, бір-бірімізбен балағаттаспау үшін арамыздан біреуіміз өлуіміз керек пе? Қойыңдаршы, болды. Не болған бізге? Маған енді жетпегені таяқ жеуім шығар. Әлия, кешір алсаң, кешірші. Қолымның қалай көтерілгені көзімде байқамай қалдым. Енді өзіңнен де бар ғой. Жоқ, сөз аңдып отырып алдың. Менде нең бар енді? Кешірші, Әлия. Менің де жетісіп жүргенім шамалы. Әлия, кешір алсаң, кешірші. Қой, біз қайтайық. Бұл отырыстың мәнінде сәнде қалмады. Әлия. Қайда барасыңдар? Отырыңдар, елді дүрліктірмей. Ештеңе де жоқ. Бәрі дұрыс. Кететін адам менің кетуім керек. Менің ертең жиналысым бар. Жұмысым да көп еді. Бану да үйде жалғыз күтіп жатқан болар. Ойбой, жұмыс деген бастан асады. Бәрі өтірік.
жұмысым да жоқ, жиналысым да жоқ. Әлия, сен жаңа дұрыс айттың. Сенің айтқаныңның бәрі рас. Қызметтес жігіттердің алдында абыройымның түсіп қалғанда рас. Сендерді ұмытып суына бастағанда рас. Мен бақытсызбын. Сендердің орталарыңдағы ең бақытсызы мен. Сен жаңа мамам немересін көрмеді деп айыптадың. Қалай көреді? Егер менің өзім жылына бір рет көріп тұрсам. Таяуда көрдім. Бану төркініне апарып тастаған. Өзі болса қыдырыста жүр. Ауру түгілі сайтанында жоқ. Жылдың 12 айының 3 айында үйде бола ма, жоқ па, қалған күндері қыдырыста. Егер сенсеңдер, бір жылдай болып қалды. Әбден шаршадым. Жолдастарыма үйге барсам келіншегім тамақ дайындап қойыпты деймін де, айналып келіп асханадан тамақтанам. Болмаса шофердің үйінен тамақтанам. Олар сезеді. Іштерінен күліп те жүрген болар. Маған осы жасыма келгенде біреудің үйінен телміріп тамақ ішу Бану болса, қысы жазы қыдырыста. Мен туралы ой қаперіне кіріп те шықпайды. Талай ұрыстық. Ажырасам деп қорқыттым да, болмады. Қанына біткен. Соңғы сөзімді айтып кетіп қаламын да, ертеңіне елпеңдеп жүріп, курортына жолдаманы өзім тауып берем. Міне, жағдай солай. Бұл өмірде ең сорлы адам мен шығар десем. Менен де өткен сорлылар бар екен ғой. Жабаузыңды жетесіз. Ал, Әлия, енді қайтер екенсің. Өмірмен ойнауға болмайды. Өмір өз деген істейді. Тағдырмен күресу үшін таусылмас күш, талмас қажыр қайрат керек. Өкінішке орай, менде ондай күш жоқ. Күшің болса күрес, тай таласып тірес, болмаса өз-өзіңе қой үлкен кірес. Сізде де ондай күш жоқ екен ғой.
Енді өз өзіңізге үлкен крест қойыңыз. Мә. Біздің бажы әндете бастады ғой. Енді 100 грамм құйса, бәрін өлеңге қосатын түрі бар. Жарайсың, бажа. Жарайсың. Мұнда не болып жатыр? Не айқай болып жатыр? Онымен тікісі жоқ, а? Осыңнан тайма, бажа. Жарайсың. Сен неменеге білгішсініп тұрсың? Сен емессің оған ақыл айтатын. Білдің бе? Білдік. Сіздің де кім екеніңізді білдік. Отырыс бойы сізді тыңдауменен болдық қой. Енді бір мезет мені де тыңдаңыз. Біле білсеңіз, мен сізден 10 есе артықпын. Мен туған ағама, туған қарындасыма бүкіл ел жұрттың алдында ұят болатындай сөз айтпас едім. Әйтеуір анау алқашыңнан 10 есе артықпын. Ол алқаш болса, сен кімсің? Сен де алқашсың. Айырмаң, оған 100 грамм берсе, мас топ қалады. Ал сен бөшкелеп ішсең де құламайсың. Бажа! Ей, бажа! Қоймадың ғой қажап. Білгің келсе айтайын. Неткен едің кәсіп. Байқап сөйле. Ал не істейсің? Төбелесесің бе? Әлі үндемей ақ қойшы. Жоқ. Мен ондай ақымақ адам емеспін. Жаңа көрсеттіңдер. Төбелестің көкесін бүкіл семья болып. Сол жеткілікті. Кезінде мені менсінбеп етіңдер. Жоғары білімі жоқ, оқымаған, дөрекі деп. Өздерің келісіп тұрсыңдар ма? Нағыз дөрекілікті өздерің көрсеттіңдер. Жоғары білімі бар азаматтар. Қалталарында көк тиындары жоқ. Дипломдарыңды нанға жағып жейсіңдер ме? Мен осында алғашқы күйеу бала болып келгенде бәрі менсінбей жоғары сөйлеп, ойбай Ләйләні ренжітеді, Ләйләні ұрады, Ләйләні соғады деп. Алдымен өздеріңе қарап алмайсыңдар ма? Көрерсіңдер әлі. 1-2 жылда үйде, машинада сатып алам. Сонда пысқырып та қарамайым сендерге. Зарқынбек, қош. Жап аузыңды. Жетті. Үйге барған соң қазір көресің. Тоқтат! Кетіңдер. Бірін қалмай босатыңдар үйді. Сендердің барларыңнан жоқтарың, 40 пышақ болған ұрыстарыңды көргенімнен өлгенім артық. О Құдай, қартайғанда көрсеткенің осы ма? Не жазығым бар еді? Бұл сұмдықты әкелерің көрмей кетті бұл дүниеден. Міне, нағыз масқара сонда болатын еді. Апырай. Әкелерің екеуміз бар жақсылықты бойларыңа сіңіруге тырыстық. Ала-құла демей, біріңнің маңдайыңнан қақпай өсірдік. Осылар ештеңеден тарылмасын, осылар ештеңеден қамықпасын деп қолымыздан келгенше тырысып бақтық. Ана сүтімді теңдей беріп өсіріп едім ғой сендерді. Енді міне, ер жеткендеріңде маған көрсеткен құрметтерің. О Құдай, көзің бар болса алмайсың ба тезірек? Кетіңдер. Біріңді де көргім келмей шығыңдар. Мама. Мам. Қойыңызшы енді. Сонша таусылғаныңыз не, мам? Қазір барлығы басылады.
көке, әлия. Мам, кешіріңізші бұларды. Сен де жоғал көзімне. Сенің де жетістіргенің шамалы. Төбе шашымды ағартқан сен. Жоғал шейі жолымнан. Аяғым байта. Мам. Мам. Маматайым менің. Кешірші мені. Мен кінәлімін. Менің мүгедек болғаным жаныңа бататын шығар, анашым. Менің жар сүйіп, семья құралмайтыным жаныңа бататын шығар. Кешірші мені. Қайтейін енді. Тағдыр солай. Кешірші, мам. О,